Ал өздерін эстрада ардагерлері қатарына қосатын Дервиши тобын халық енді жаңа қырынан білетін болады. Бағытын өзгерткен әншілер енді джаз жанрында бақтарын сынап көрмекші. Алматыда тұсауы кесілген жаңа жинаққа Дервиши тобы өздерінің 9 әнін енгізген. Сондай-ақ әлемдік джаз майталмандары шығармаларын ұлттық нақышта орындау арқылы джаздың да қазаққа жат емес екендігін көрсеткіміз келді дейді. Жинақты шығаруға жарты жыл уақыт кеткен, болашақта репертуарларын тағы біраз әнмен толықтыруды жоспарлаған Дервиши тобы жақын күндері Қазақстанның ауыл аймақтарына гастрольдік сапарға шықпақшы. Бізге бұл эксперимент сияқты, себебі біздің музыкамыз этнопоп, енді осы өзіміздің әндерді джазовый обработкамен бірінші рет істеп тұрмыз. Енді ойлаймыз, халыққа ұнайды.